Қайырлы күн, қалайсыздар? Мына жаңалықтың рас не өтірік екенін білмеймін, но телеграм-каналда сондай сыбыс шығып жатыр, что енді біз елде 6 ай емес 4 қана ай болуға болады екен. Одан кейін Англия мен Қазақстан елінің контрактісі 2029 жылға дейін созыпты дейді. Короче, 6 ай Англияда, 4 ай елде, одан кейін қайтадан Англияға кетуге болады екен. Сол кім естіді бұндай жаңалықты, рас өтірігін, я реально сондай хабар келіп жатыр, или ол просто әңгіме ма, үсіп па? Жаза кетіңіздер.